Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын шоколадный блинчиктің рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге сәтті рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызға 3 ас қасық қантымызды саламыз және шым-шым тұз қосып, венчикпен қант ергенше жақсылап араластырып аламыз. «500 мг жылы сүттің жартысын құямыз, жақсылап араластырып аламыз. 20 грамм какао ұнтағын қосамыз және 120 грамм илектен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша венчикпен араластырып аламыз. Және айта кететін жайт, какао ұнтағы сапалы болу қажет. Менде рахаттың какаосы өте әдемі шығады дәмі. 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз және ең соңында қалған жылы сүтімізді құйып, венчикпен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Құймақтың массасы дайын болды. Сұйықтығы осындай болу қажет. Қызып тұрған тапада орташа отта пісіріп аламыз. Ең бірінші тапамызды майлап аламыз. Содан соң массамызды құйып, пісіре беретін боламыз. Қараңыздар, бір ожауда құйып, массамызды осылай пісіріп аламыз. Құймақтың бірінші беті пісті, екінші бетіне аударамыз. Екінші беті ертерек піседі, сондықтан қарап тұрамыз. Қараңыздаршы, құймағымыз ажурный болып шықты. Екінші құймақты пісірген кезде тапаға май құймаймыз, бірден массамызды құйып пісіреміз. Шоколадный блинчигіміз дайын болды. Барлығын пісіріп алдым. Өте мінсіз болып шықты. Бір дайындағанда таусылып қалады. Балдардың сүйіп жейтін құймақтарының бірі деп айта аламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Және рецепт описание бөлімінде толық рецепт. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған жансая, сау болыңыздар.